Баршаларыңызға сәлем достар. Бұл баклажаннан жасалынатын жылдам салат, яғни асыққан кезде жылдам жасалынатын салат рецебін төменде көрсететін болам. Ал кеттік. Бұл жерге баклажан және де помидор, және де сарымсақ, және де сырный соус немесе майонез болса да болады. Осыған тұзды әрқайсысы өзінің по вкусу дейді ғой, әрқайсысы өзінің қалауымен қоссаңыздар болады. Енді қазір баклажанды тураймыз. Баклажанды турап болғаннан кейін енді оливковое масламенен немесе жай ғана майменен ішін майлап қоюға болады. Майлағаннан кейін үстіне баклажандарымызды қойып шығамыз. Негізі бұл ененің тілі деп қазақша айтылғанда сондай салат деп аталады. Асыққан кезде жасап духовкаға салып жіберсеңіз жылдам салат шығып шығады. Қазір енді үстіне помидорларды турап дайындап қоямыз. Енді сарымсақты үгіткішпен майда жағымен өткіземіз. Өткізіп болғаннан кейін, яғни сырный соус немесе жай ғана майонезбенен екеуін араластырып жағып шығамыз. Біркелкі қылып жағып шықтық. Сарымсақты сырмен араластырдым мен негізі. Сіздер майонез араластырсаңыздар да болады. Енді үстіне помидор қойып шығамыз. Бәріне бірыңғай етіп помидор қойып шығамыз. Жетпей қалған жеріне тағы да помидор тура жіберейін. Менің столым негізі бір шурупы түсіп қалған ба, шыдайды етіп тұр. Көңіл бөлмей қойыңыздар оған. Ең маңыздысы салатымның рецебін білсеңіздер болды. Помидорларды қойып болғаннан кейін үстіне тағы да сарымсақ қосылған сырды жағып шығамыз. Енді үстіне қайтадан баклажандарды қойып шығамыз. Салат өте оңай әрі жылдам жасалынады. Енді үстіне сырды майда жағымен өткізгіштен өткізіп, майдаланған сырды әрбір баклажанның үстіне қойып шығамыз. Көп қойсаңыздар да болады, азын-аулақ қойсаңыздар да болады. Мен енді орташа мағынада қойып отырмын. Енді сырдың үстіне әркім әртүрлі әр үйдің өзінің сыры болады дейді. Әркім өз ойынша фантазия жалап жасауға болады. Мен үстіне петрушка қойып жатырмын, үйдегі бар нәрсемді. Сіздер кинза қойсаңыздар да болады, базилики қоюға болады, болмаса укроп, петрушка қойсаңыздар да болады. Мен өзім петрушка қойып жатырмын. Помидор қойып та жіберуге де болады. Мынандай чили деген майда помидор болады ғой, соны да қойып жіберуге де болады. Немесе чемпиньон қоюға болады. Мен жай ғана петрушка қойып шықтым. Енді осы дайын болған баклажанды қызып тұрған пештің ішіне апарып саламыз. Пеште бар болғаны минут тұрса жетеді. Мінекей достар, осыменен жылдам салат баклажан дайын болды. Асыққан кезде жасап жіберуге болады, көп уақыт кетпейді.
міне енді осыны пешке апарып саламыз. Осындай жылдам салат болып шығады. Достар, менің рецептім сіздерге ұнаған болса, комментарий қалдырыңыздар.